Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз гарасилердің арасындағы сатқын адамды анықтайтын боламыз. Ендеше кеттік. Арнамызға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойсаңыз болады. Жарайды, барлығына басынан бастайтын болсақ, арамызда сатқын пайда болды. Оның бірі гарасилердің арасына кім сатқын екендігін бүгін анықтап, талқылап көретін боламыз. Айта кететін жайтқа келетін болсақ, бұның барлығы да нақты факт емес. Біз жай ғана теориялар мен ақпараттарға сенетінімізді айтқым келеді. Барлықтарыңызда Ваноға қарай келдіңіздер деген үміттемін. Дәл осы Вано арқасында көптеген құпияға толы нәрселер жасырылуда деген теориялар бар. Солардың біріне қарай келетін болсақ, бұл жақта да сатқындардың да көбісін өздеріңіз көрген боларсыздар. Бұл жақта аяусыздық, қанішерлік, соғыс, адам өлтіру, көптеген нәрселер де бар, және де шындықтың бәрі де осы Вано арқасында жасырылған. Бұл Ванодағы ең антагонист, ең жауыз антагонист Кайдоның да өзі түсінген болатын. Пираттардың өздері альянс құрса да бір-бірін сататындығын айтқан болатын. Сол себепті де бүгінгі тақырып предательство, яғни сатқын болатындықтан гарасилер арасындағы сатқынды анықтауымыз қажет. Әрі қарай жалғастыратын болсақ, тіпті Пик Сканжороның да өзі сатқын болған деседі. Бірақ та әрқайсының өздерінің мақсаттары болғандықтан бұлар өз жолдарымен жүрген болатын, яғни әрқайсысы өз мақсаты үшін қасындағы адамдарды өлтіруге шейін барады. Тіпті антагонист адамдардың өздерінің белгілі бір мақсаттары болады. Сол мақсаттар жолында бір-бірін құрбан етеді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Сату дұрыс па, яғни предательство, бір-бірін мақсат жолында сатқандығы дұрыс па? Сәлден кейін гарасилердің арасында кім сатқын екендігі жайлы айтатын боламыз. Ал мына фотоға қарай мән беретін болсақ, мына фотода өздеріңізді білетін шығарсыздар. Дофламингоның қасында 4 адам болған болатын, және де 5-ші адам сатқын болды. Оны да жақсы білетін шығарсыздар. Бұл Корасан, яғни Дофламингоны сатқан Корасан осы. Сіздер ойлап тұрған боларсыздар, әр пираттардың қасында неге сатқын болады деп. Себебі әрқайсысы іштен шыққан жау жаман демекші, бір-бірін сатып мақсаттары жолында құрбан етеді. Дәл мына фотоға қарай мән беретін болсақ, мына жерде қылыштары да бірдей, және де біз сөзсіз айта аламыз. Дәл осы гарасилердің арасындағы ең сатқын ол әрине Юпитер. Сонда гарасилердің арасындағы ең сатқыны, ең мықтысы болып шығуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Ал біз айта кететін жайтымыз, бұл жерде ешқандай да факт жоқ. Сонда менің айтайын дегенім, имсаманы болар сатпақшы ма? Сонда гарасилдің ішіндегі бір сатқын пайда болса, ол қалайша имсаманы сатады деген ой келеді. Ал тағы да қарайтын болсақ, гарасилердің арасындағы Юпитерге қарайтын болсақ, оның басқаларға қарағанда фрукциясы мифический зуан болып есептелінеді. Тағы да дұрыстап қарайтын болсаңыз, гарасилердің арасындағы Шафарт Юпитердің фрукциясы қалған 4-еуіне мүлде ұқсамайды, яғни өте ерекше. Тағы да айта кететін жайт, гарасилердің арасындағы 4 персонаждың да фруктылары японский мифический зуаннан алынған, яғни Япония тарихынан алынған. Ал Шафарт Юпитердің күші айтарлықтай өзгеше, яғни ешқайсына ұқсамайды. Бірақ та біз іздеген ақпараттар бойынша бұлардың барлығы да просто рандом. Мына фотоға қарай мән беріп қарайтын болсақ, бағалдегі біз айтқан сатқаны Шафарт Юпитердің мифологиясына ұқсайды. Яғни аты Нудзуту дәл осыдан алған деген теория бар. Ал біз осы Нудзуту туралы ақпараттарды іздеп қараған кезде, бұл обычный паразит сияқты, яғни айтарлықтай мықты күші жоқ. Не болса да алдағы уақытта көре жатармыз.
Бұл Шафард Юпитердің қалған төртеуінен қарағанда ерекше бір күші бар секілді, ал бірақ та қандай күші бар екендігін біз білмейміз. Одан неліктен мына төртеуінен ерекше қылып қойды екен бұл Юпитерді білмедім, ал менің фантазиямда шек жоқ, себебі алдағы уақытта Юпитер сатқын болады, ол сөзсіз. Және де Шафардты басқалардан өзгешелендіретіні ол басқа аттарға ұқсамайды, яғни Шафард Юпитер, яғни Ю ортасында Ю, содан кейін бар Питер деп тұратыны. Және де мен айтайын деген бұл астрономия, не болмаса ғылым, ондай жағына нақты бармай-ақ қойық, себебі ол жаққа шейін жақын емес деп ойлаймын. Және де мен осы ғылым жайында, күн жүйесі жайында анау айтқандай нақты ақпаратым жоқ, бірақ та өзім айта кететін жайттар болатын болсақ, күн жүйесіндегі қасындағы ғаламшарлар бұлар обычный ғаламшарлар, ал тек қана Юпитер болса ол өте ерекше және де ең үлкен және де ең газды болып келеді. Оданың да айтпағы осы емес пе? Себебі Юпитер ең үлкен және де ең ерекше және басқаларға мүлдем ұқсамайды. Және де ақпараттарға сүйенетін болсақ, бұл карасилер 5 жұлдызды және де өздерін мықты ретінде аталған. Және де осылардың арасында бір толық есімі аталмаған персонаж бар. Ол әрине Шафард Юпитер. Және де Юпитерді соғыс құдайы деп те атайды. Біз барлығымызда білетін шығармыз, Япония аңыздарында және де Япония тарихында олар не болса соған табына берген, яғни қорыққан нәрселеріне де, қорықпаған нәрселеріне де өздеріне ұнайтын нәрсе болса болды, соған табына бергендігін біз білеміз. Олар сол құдайларына мадақ айтқан, оларға рахметін айтқан және де оларға әрқашанда сыйынып, алдағы болашақтарына жоспар құрған, яғни сол құдайларынан сұраған деседі. Ал бізге тек қана бір ғана құдайды көрсеткен деседі, яғни ол Ника Луфи Джойбой. Дәл осы Джойбой болады дегенге келісер ме едіңіздер? Себебі дәл осы Ника Луфи Джойбойды күткен бір адам бар. Ол әрине Юпитер, бағалдегі біз айтқан карасилердің арасындағы Юпитер болуы әбден мүмкін.